Армысыздар, бүгін сіздермен бірге Айнұр дайындайтын тағамымыз бұл вафли. Құрамы өте жеңіл, үй жағдайында барлығы бар құрамдар. Ол әрине жұмыртқа 4 дана, шекер 150 грамм, сары май 250 грамм және ұн 250 грамм. Жұмыртқамызбен шекерімізді жақсылап араластырып аламыз. Және үй температурасында тұрып еріп тұрған маргаринімізді салып, бір келкі масса болғанша араластырамыз. Одан кейін ұнымызды міндетті түрде өткізгіштен өткізуіміз керек, себебі ешқандай комоктар тұрмау керек массада. Енді міне ұнымызға кірістік. Көріп тұрғаныңыздай міндетті түрде өткізгіштен өткізіп жатырмын. Бұл жерде бірінші мақсатымыз біздің массамыз қатты қою да болмау керек, қатты сұйық болмау керек, бір келкі болу керек. Қаймақ секілді сметанная масса дейді ғой, тегучая сметанная масса сияқты болу керек. Қазір видеода мен қасықпен алып сізге көрсетемін. Ең маңыздысы ол комоктар болмау керек. Сондықтан жақсы араластыруымыз керек. Міне мен сіздерге қасықпен көрсетіп жатырмын. Консистенциясы примерно қандай болу керектігін. Келесі этапта мен міне вафлиға уже көбін пісіріп тастағанмын. Міне вафлиға осылай құйып қасықпен екі жағын пісіртіп аламын. Мына жерде менде уже дайын болып жатқан вафлилар. Вафли өте жұмсақ болып шықты, тәтті болып шықты. Мына жерде ұлымыз екеуміз барлық вафлиді өзіміз жеп қойып, мәз болып отырған түріміз. Сіздер де осы менің рецептіммен пісіріп көріңіздер.